Қазақстан ашықтық пен либерализмнің үлгісін көрсетуді жалғастырып келеді. Франция Республикасы Сенатының депутаты Эрве Море осындай пікірін білдірді. Депутаттықтан бөлек Франция Орталық Азия тобының төрағасы Алматыға бақылаушы болып келді. Әріптесімен бірге таңертеңнен бері 4 сайлау учаскесін аралап үлгерген. Әзірге ешқандай заң бұзушылық байқамағанын айтады. Бақылаушы ретінде шақыртуды шын жүректен қуана қабылдадық. Осыған дейін де Қазақстандағы саяси науқанның куәгері болып үлгергенбіз. Бұл жолғы сайлаудың жөні бөлек. Дауыс беру процесі Франциямен ұқсас. Сіздердегі ерекшелігі сайлаушы тұрғылықты жері бойынша тізімде болуы керек екен. Келгендегі басты мақсатымыз сайлау барысын бақылау. Әзірге ешқандай заң бұзушылық байқамағанымызды айтқым келеді. Жалпы ел тарихындағы елеулі күнді бақылауға келген шетелдік бақылаушылар аз емес. Сайлау барысына қатысты сағат сайын брифингтер өтіп жатыр. Әділ сайлау үшін қозғалысы тұрғындардың сайлауға қатысты көңілі толмаған жайт, ақыл кеңес керек болса штаб жұмыс істеп тұрғанын айтады. Азаматтарға кәсіби заңгерлер тегін көмек қолын созады. Бүкіл Қазақстан Республикасы бойынша 150-ден астам заңгерлер қазіргі уақытта жұмыс жасап жатыр. Ең басты мақсатымыз енді біздің халыққа заңды түрде қалай сайлауға қатысу керек, сол заңды түрде заңды бұзбай, заңға сәйкес қалай өздерінің нелерін жүргізуге болатын. Сол себептен біз халыққа сондай қызмет көрсетеміз.